дене өзіне қажетті тағамдық компоненттерді сіңіргеннен кейін қалдықтар ішек пен қанда қалады. Орташа есеппен алғанда, ересек адамда 4-5 пен 5,5 литрге дейін қан бар. Қан бүйрек артериясы арқылы бүйрекке түседі. Сау бүйрек әр минут сайын жарты стақан қанды үнемі тазартады. Яғни қалдықтардан, токсиндерден және қан ағымындағы артық судан. Бүйректе нефрондар деп аталатын миллиондаған ұсақ қан сүзгілері бар. Нефрондардың кішкентайлығы сонша, оларды тек қуатты микроскоптың көмегімен көруге болады. Әрбір нефрон шумақ деп аталатын өте кішкентай сүзгіден тұрады. Ол қан сұйықтығы мен қалдықтар арқылы өтетін түтікке бекітіледі. Несепағарға сүзіледі. Несепағар бұл бүйректен қуыққа өтетін тар түтіктер. Несепағар қабырғаларының бұлшықеттері үнемі жиырылып, босаңсып, зәрді бүйректен төмен қарай итеріп, оларды қайта көтерілуіне жол бермейді. Содан кейін зәр қуыққа түседі. Мына жерде қуыққа қарай зәрдің бара жатқан жолын көруімізге болады. Қуық бос болған кезде оның мөлшері алмұрт пішінді болады. Қуықтың қабырғалары босаңсып, кеңейіп, зәрді сақтайды. Бұл зәр шығаруды бақылауға мүмкіндік береді. Қуықтың қалыпты сыйымдылығы 400-ден 600 мл-ге дейін. Қуықты мимен тікелей байланысы бар. Ол рецепторларға толы. Миымызға қуықтың қаншалықты толық екенін көрсететін көрінбейтін толтыру сызығы қуық толған кезде нервтер адамға зәр шығару уақыты келгенін ескертеді. Содан кейін ми қуық бұлшықеттеріне босату туралы сигнал береді. Бұл қуықтан зәрді шығарады. Сонымен бірге ми сфинктер бұлшықеттеріне босату туралы сигнал береді. Қуықтан уретра арқылы шығады. Яғни бұл жерде уретраға қарай шығып жатқандығын көре аламыз. Сфинктерлерге босату сигналын берді, и ол сыртқы зәр шығару өзегіне қарай кетті. Зәр шамамен 95% судан және 5% қалдықтардан, соның ішінде мотивина, креатинин, аммиак және зәр қышқылынан тұрады. Уретралды сфинктер ерлерде де, әйелдерде де зәрдің ағуын реттейтін және зәрдің ағып кетуіне жол бермейтін екі бұлшықет құрылымы.